Сіздің класстастарыңыздан басқалары да адам екенін ұмытпаңыз. Олар да класстастар сияқты тамақ жейтін адамдар. Мысалы, мына ағамның басы қозғалады, ұмытпаңыз. Көрдіңіз ғой. Құда отыр. Мына құдалар бүйтіп қозғалып отырған адамдар. Жалғас, Есенжан, әсет дей берме. Құда жаққа беру. Мә! Құрметті Ернұрдың жаңадан келген құдалары. Ернұр құдалары сені құдайында сыйлайды тұр ғой. Күйеулеріңіз так. Осы жерде Айзаданың апасы бар ма екен? Апасын шақырайық, келіңіз, апасы. Бермейсің. Басқа. Мен дос баланың әйеліне берейін. Дос балаңыздың әйелі? Есімі? Есімі? Танымайды. Дос баланың әйелі есімін танымайын дейді. Қай дос бала ол? Тимур, сен әйелің аты кім? Кеш, келінжан. Ой, молодец. Рахмет. Дос балаңның әйелі осы ма? Болды, үйренген. Есімін атайсыз. Ернұрдың тойын көтерген. Сәлем жолдайыз туған жер. Менің тойымды көтерген деп есімін атайсың? Гүлім ау. Жоқ, айтшы, менің тойымды көтерген деп. Менің тойымды көтерген Орал қаласынан келген әкемнің жандосы, әйелі. Сен не дейін? Сен папаның досының әйелі болмайды, ол мамаң болады ол сенде. Сен дос баланың әйелі ана Гүлмира ғой. Ол мама болады. Есімі? Бір жүрегінде иманың бар, бір ақ көңіл бала екенің көз жанарыңнан білініп тұр. Шын сүйгендер бір-біріне қатты ұқсайды дейді. Екеуміз ұқсаймыз десе, ойнайды. Екеуің бір-біріңе аумайсыңдар, Ернұр, Айзада, Алла тағала. Тек осы міне Тимур әкең мен Бақтыгүл ананың батасын алыңыздар. Болды, ең бақытты отбасы, әулетті де Атырау қаласы, Орал, Ақтау болсын, үлгілі отбасы кім десе Ернұр мен Айзада дейді. Міне, ал сүйген жарыңыздың қолынан ұстаңыз. Міне қашық кетіңдер бізде. Бір құшақтап жіберіңіздер. Шапалақ қайда? Сіз жындан кеткен жоқсың ба?